Қалайсыздар? Бүгінгі сабақта конкуренцияны қалай жеңіп шығамыз? Сол туралы айтатын боламын. Конкуренция таргет саласында, как обычно, басқа да бір фрилансер мамандығы секілді, бұл жерде де конкуренция бар. Конкуренция әрбір деңгейде әртүрлі. Ең бастапқы бұл новичок деңгейі. Яғни сіз енді таргет меңгеріп келе жатырсыз. Новичоктар деңгейінде, новичоктар нарығында конкуренция өте үлкен. Және де ол адамдар, новичоктар қарапайым, мысалға, например, өзінің услугасын 1000 теңге деп айтады. То есть 1000 теңге деп айтады да, оның 100 теңгесін өзіне алады. Тіпті осындайда мен таргетологтарды көрген болатын. Яғни новичоктар деңгейінде ол адамдар тек қана нені біледі? Клиент табуды білмейді, клиентпен қалай келісу керектігін, қалай қымбатқа сату керектігін білмейді. Олар тек қана барынша арзан, просто клиент тапса болды. Сол үшін ғана жұмыс жасайды. Енді одан кейін келесі бір орташа деңгей. Орташа деңгейде конкуренция кішкене түседі. Себебі сіз ол жерде уже басқа да қызметтер көрсетіп бастайсыз. Мысалға, креативті өзіңіз дайындайсыз деген секілді. Одан кейін сенімділік бар. Аздап болсын сіз уже өзіңіздің неңізді, услугаңызды 5000, 10000 теңге, 15000 теңгеге сатасыз. Осы деңгейден өтесіз. Одан кейін келесі ең жоғары деңгей, кәдімгідей профессиональный таргетолог. Бұл деңгейде, профессиональный таргетолог деңгейінде конкуренция почти жоқ. Не себепті? Себебі өзін қымбатқа сата алады бұл деңгейде, одан кейін клиентпен дұрыс сөйлесе алады, және де клиентке нәтиже бере алады. Осы үш нәрсе: қымбатқа сату, өзінің несін, услугасына нәтиже алып келе алу, то есть таргеттен нәтиже алып келе алады, одан кейін клиент таба алады, клиентпен сөйлесе алады. Осы нәрсе. И осы тек қана үш ключевой нәрсе арқылы сіз жаңа деңгейге шыға аласыз. И одан кейін біздер сол жаңа деңгейге шығуға жұмыс жасайтын боламыз. Конкуренция. Конкуренция жоқ. Конкуренция вообще жоқ. Конкуренция вообще жоқ. Жаңа айтқандай, бізге профи-таргетолог болу керек. Профессиональный таргетолог болу керек. Соған жұмыс жасайтын боламыз. Конкуренцияны қалай жеңіп шығамыз? Ең бірінші өзіңді сата алу, кейс, одан кейін бренд. Осы үш нәрсе ғана жеткілікті болады. Өзіңізді сата алу, ол уже бізде жаңа осы модульде Ақбай ханым береді сабақта сату бойынша. Одан кейін кейс өзіңізді сату үшін аса қатты прям қажет емес. Көп адамдар кейс сұрамайды. Кейс сұрамау үшін сіз просто өзіңізді дұрыс сата алсаңыз, осындай бүкіл возражение жаба алсаңыз, адамдар кейс сұрамай алады. Одан кейін егер кейс болса, ол плюс. Яғни клиенттің тезірек келісуіне не болады? Көмекші болады. Одан кейін келесі үшінші бренд. Бренд арқылы, мысалға, осындай таргетолог деген секілді қалыптасып болсаңыз, мысалға, например, нарықта нақты өзінің атағы бар, известный таргетологтар бар, сол секілді, мысалға, ол кісілерге адамдар жазады: маған осындай сала, осындай бюджет, осылай лид алып келу керек деген секілді бірден айтады. И ол кісі жауап береді сразу: алам, алмаймын деген секілді. То есть ол жерде таңдау сізде. Профессиональный бренді бар, танымалдығы бар таргетолог болсаңыз, таңдау сізде болады. На клиент алам, на клиент алмаймын деген секілді. Осы нәрсе. Келесі үй тапсырмасы. Біздер Қазақстанда топ 10 таргетологты жазып шығыңыз. Одан кейін әрбір таргетологқа жазасыз, клиент ретінде жазасыз: мен осындай саланы просто ойдан құрастырамыз да. Мысалға, мен продюсермін, менде осындай психология бойынша эксперт бар, сіздің таргет услугыңызды алайын деп едім деген секілді. Бірақ өзіңіздің официальный аккаунтыңыздан жазбағаныңыз дұрыс. Не себепті? Себебі сіздің аккаунтыңызда, скорее всего, жаңа таргетолог деп жазылып тұр. Сол себепті ол кісілер нақты жауап бермеуі мүмкін. Сол себепті тек қана басқа досыңызға айтыңыз, немесе фейк аккаунтпен жазыңыз. Сол кезде ол таргетологтардың несін білесіз, қалай сатады, қалай сөйлеседі, соның барлығын анықтап, одан кейін өзіңізге түртіп алатын нәрселер болады. Олардың ключевой фишкалар болуы мүмкін. Әр таргетологтың өзінің нақты беретін сөздері, өзінің дайын скриптері бар. Сол скрипттерді анықтап, уже темаға кіре бастайсыз. Осы арқылы, то есть нарықты анализ жасау арқылы сіз уже өзіңіздің орныңызды қалыптастырасыз. Нақтырақ айтқанда, алдағы уақытта клиенттермен қалай жұмыс жасау керектігі бойынша уже түсінік қалыптасып бастайды. Жақсы, келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.